Бүгін гостиный двор сауда кешенінде Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының ұйымдастыруымен бізде арнайы әлеуметтік көмек алатын балаларға арналған үлкен мерекелік іс-шара ұйымдастырылып отыр. Қазір өткізгелі жатыр. Бұл мерекелік іс-шараға Өскемен қаласындағы 18 жасқа дейінгі балалар баратын арнайы көмек алатын орталықтың балалары осы жерге ата-анасымен шақырылып отыр. Қазір бізде мерекелік концерт басталады, сыйлықтар таратылып, ертегілердің кейіпкерлерімен кездесу өткізіліп, балаларға бір жаңа жылдың алдында үлкен бір көңіл күй сыйлайық деген мақсатпен осы іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Бұл мереке біздің балаларға ұнап жатыр. Біз осындай мерекеге бірінші рет келіп тұрмыз, алғашқы рет. Көп сыйлықтар сыйлап жатыр, біздің балаларды қуантып жатыр. Жылда осындай мереке болса екен деп тілейміз. Және де осы мерекеде келе жатқан жаңа жылда барлық әлеуметтік қызмет орталығындағы жұмыс істеп жүрген мұғалімдерге, көмекшілерге ашық аспан тілейміз, мол бақыт тілейміз, жұмыстарына табыс тілейміз. Осы ұйымдастырушыларға барлығына үлкен рахмет айтамыз. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа қуаныш әкеле берсін.